Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз үлес және бөлшек туралы түсінік. Ең алдымен үлес және бөлшек ұғымын түсініп алайық. Бірінші мысалға назар аударамыз. Суретте күнтізбе берілген. Bir жылда қанша ай бар, балалар? Ал көктем айлары жылдың қанша бөлігін құрайды? Дұрыс айтасыңдар, балалар. 12-ден 3 бөлігін. Бұл бізде бөлшек деп аталады. Бөлшектің астындағы жазылған сан бөлімі, үстінде жазылған сан алымы деп аталады. Енді терминге назар аударамыз. Бәріміз бірге қайталаймыз. Күнтізбе, календар. Жарайсыңдар, балалар. Енді екінші есепке қарайық. Bir күн аптаның қанша бөлігін құрайды? Мына жазу нені білдіреді? Көрсетілген 7-де 1 саны. Аптаның жұмыс күндері мен демалыс күндерін көрсетіп жазамыз. Яғни, бір аптада бізде 7 күн бар, ал бізде демалыс күн тек 1 күн ғана, иә? Ал келесі бізде берілген термин сөздер. Бірге қайталаймыз. Демалыс, выходной, уикенд. Апта, неделя, week. Жоқ. Ал енді балалар, екінші тапсырмада біз фигураның боялған бөлшек түрінде жазып, оларды салыстырып, жаңа терминмен танысамыз. Жыл, год, year. Ай, месяц, month. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді балалар, аударымда тұрған, араласып тұрған әріптердің арасынан біз мына терминдерді табамыз. Біріншісі год, день, весна, выходные, месяц. Жарайсыңдар, балалар. Келесіде өздерің байқағандай, осы терминдердің ағылшынша аудармасы жазылып тұр. Year, day, weekend, month, week. Осы сөздерді балалар араласып тұрған әріптердің арасынан табамыз. Жарайсыңдар, балалар.